Мынау тағы бір теплица. Бұған да ұқсас қияр егілген. Бұған негізі 4-5ке от жағылған, арғы бастағы екеу. Сосын мынау, анау. Бұл екеуінің шығатын жері. Алды да көрсеткенбіз енді. Бір моржамен шығады. Жаңағы әдіс бойынша жаңбырдың тамшы жатқан жерлерге шөп қойып қойдық. Енді байланып жатыр. Байлауды көтерудің керегі жоқ. Кешегі енді мына тоқсыз пангырмен. Мына бер жақтары жаңа байланғандар белгілі болып тұр. Жапырақтары қалай болса солай болып тұр. Өз қалпына келе алмады. Енді уақыт өте келе келеді. Міне кешегілер байланған. Күнімен өздері жапырақтарын дұрыстап, оңшалы бір етке келіп, ортаға үйірлесіп алды міне байлағанда. Бұлар енді байланған. Бұда қаласа, бұда 4-5 сағаттың ішінде, бір күннің ішінде мынандай халге келеді. Рахмет.